Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін өзін-өзі тану пәні бойынша педагог-гуманистердің еңбектеріндегі рухани білім тақырыбын өтетін боламыз. Сабағымды ұлы ақын, ұлы жазушы Абай Құнанбаевтың сөзімен бастағым келіп отыр. Үш ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Сіздерге сабағымызды әдеттегідей нұрға бөлену сәтінен бастағым келіп отыр. Ыңғайланып отыра қойыңыздар. Наушник болса тіптен жақсы. Арқаңызды тік ұстап отырыңыз. Көзіңізді жұмып, терең тыныс алыңыз. Әрбір тыныс алған сайын неғұрлым көбірек босаңсып, сабырлы болуға тырысыңыз. Қазір біз орманға серуенге шығамыз. Өзіңіздің сынып есігіне қарай беттеп, есікті ашқаныңызды, дәлізбен өтіп, далаға шыққаныңызды елестетіңіз. Таза ауаны жұтып, шашыңызды желпілдеткен желдің лебін және бетіңізді сәл-пәл қызарған күн сәулесін сезініңіз. Орманға қарай жүре бастаңыз. Келе жатқан абай болыңыз. Жәндіктерді басып кетпеңіз. 1 минут тоқтап, айналаға көз салыңыз. Табиғаттың әсемдігі мен балғындығын сезініңіз. Гүлдердің біріне жақындап, еңкейіп, оның нәзіктігі мен жұқалығына зейін салыңыз. Оны иіскеңіз және хош иісін жұтыңыз. Айналадағы бар нәрсені бақылап, ары қарай жүре беріңіз. Гүлдер мен ағаштардың хош иісі, құстардың дауысы және жәндіктердің ызыңы. Орманға ендей түсіңіз. Қараңызшы, ағаштар биіктей әрі қалыңдай түсті. Жарық пен көлеңкенің ойынын қызықтаңыз. Жапырақтардың сыбдырын тыңдаңыз. Біз өзімізді орманға бақытты әрі қауіпсіз сезінеміз. Алаңқайға шығып, осында бірнеше минут демалыңыз. Түбіне барып отырғыңыз келетін ағашты таңдаңыз. Ағашқа жақындаңыз, оның діңін құшақтаңыз. Оның қуаттылығын сезініңіз. Ондағы өмір қуатын сезінуге және ұғынуға тырысыңыз. Енді оның діңіне арқаңызды сүйеп отырыңыз. Көзіңізді жұмыңыз. Терең тыныс алыңыз. Және қоршаған айналаның жым-жырт тыныштығына көңіл бөліңіз. Бізге қалайша жеңіл әрі тыныш және бақытты сезіну қандай? Табиғат неткен ғажап, оны қалайша сүйетінімізді, қадірлейтінімізді, бірде-бір тірі жәндікке зиян тигізбес үшін қамқорлық жасауды түсінеміз. Сіздің өз ағашыңыз бар екенін және кез келген уақытта оған келе алатыныңызды есте ұстаңыз. Ал қазір өз мектебіңізге қайтуға дайындалыңыз. Орныңыздан тұрып, айналаға тағы бір көз қырын салыңыз. Келген жолыңызбен кері қайтыңыз. Жолыңыздағы жәндіктерді басып кетпеңіз. Міне, өз оқу орныңыздың алдына келдіңіз. Айналаңызға тағы бір қараңыз. Таза ауаны терең жұтыңыз. Есікті ашып, өз орныңызға қайта келіңіз. Осы жым-жырттық, тыныштық, қанағат сезімін өзіңізде сақтаңыз.
Көзіңізді ашыңыз, күлімсіреңіз. Мінекей нұрға бөлену сәтінен өттік. Ары қарай өзіміздің сабағымызға дем қойып, сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Ендеше сіздерге ары қарай өтетін бүгінгі сабағымыздың жоспарымен таныстырғым келіп отыр. Ол өзін-өзі тану, рухани адамгершілік білім беру бағдарламасының ғылыми теориялық негіздері. Екінші, адамзаттың мәдени мұрасы, жалпы адамзаттық құндылықтар негізінде талдау жасау. Жағымды ойлау, ой, сөз және істің бірлігінде өмір сүру. Эмоцияларын бақылау және тағы да басқа, яғни өзінің мінезін жетілдіру жұмыстарын жасау. Бірінші кезекте бізге алдыңғы сабағымызда гуманистік психологияның өзін-өзі тануымен байланысын атап көрсеткен болатынбыз. Ендігі сіздерге негізінен осы гуманистік психологияның, гуманистік педагогиканың не екенін таныстырып кеткім келіп отыр. Бұл жердегі атап өтетін психологиядағы ірі бағыттардың бірі бұл гуманистік психология. Ол бихевиоризмге және психоталдау теорияларына қарсы бағытталған. Гуманистік психологияның негізін салушы басты мақсаты адам мәселесін түсіндіруде бихевиоризм мен фрейдизмнің кемшіліктерін түзеу және бірден бір дұрыс өмірлік психологияны таңдау болып табылады. Гуманистік бағыттың белгілі өкілдерінің бірі Абрахам Маслоу болды. Маслоу адам іс-әрекетіндегі мінез құлқының қайнар көзі адамның үздіксіз өзін тануға, өзін-өзі анықтауға ұмтылу деп түсіндіреді. Өзін-өзі айқындауға қажетті әртүрлі қызметті қамтиды. Бұл гуманистік қажеттілік, демек адам жақсылық істеуге ұмтылу, жақсылық жасау, ізгі ниетті болу, ізгі мінезді болу. Бізге гуманистік психология 20 ғасырдың екінші жартысында келген екен. Психологияда бірден бір күшті әсер ететін ғылыми-техникалық революция деп атауымызға да болады. Қазір психологияда жан-жақты математикалық ақпараттық теориясының әдістері қолданыла басталды. Сонымен қатар электрондық есептеу техникасы, компьютерлендіру жүйесі кең өріс алды. Жаңағы білім берудегі өндіріс пен мекемелер, әскери медицина салаларында жұмыс істейтін адамдар үшін бұл гуманистік психология өте қажетті болып келеді екен. Гуманистік психология өкілдерін жаңағы айтып кеттім, Абрахам Маслоу және Карл Роджерс. Бұл оқытудағы, ұйымдастырудағы басты принципті дамытушы көмек деп көрсетіп кеткен екен. Ал менің сіздерге бүгін дайындап келген ол өзіміздің барлығымызға белгілі педагог Амонашвилиді айтып кетуімізге болады. Оның еңбегі гумандық педагогиканың негіздері еңбегі бойынша 21 ғасырда адамдарға, соның ішінде балаларға деген эмоционалды жылулық жетіспейді деп атап көрсетеді. Бұл жаңағы өзінің гумандық педагогиканың негіздері еңбегінде атап көрсеткен. Бұл жерде ата-аналар жұмыс басты болып, өздерінің балаларын тек телефонмен болмаса, тек бала күтуші арқылы қадағалауға мәжбүр болып отыр деп атап көрсетеді. Қазіргі уақытта ата-ана материалдық қажеттіліктердің қанағаттандырумен шектеліп, балалардың жан дүниесін түсіне алмауда дейді. Мұғалімдер де балалардың оқыту мен білім беруге емес, өздерінің басшы алдындағы беделін ғана ойлаумен шектеледі. Ең бастысы, бала өз проблемасымен қалып қойып отыр. Бұл ретте гуманистік педагогиканы алға ауытқуымызға болады. Сондықтан да атақты педагог Амонашвилидің «Педагогика гуманизм» атты еңбегі өзекті де маңызды болып саналып отыр. Ол баланың
қуанышы мен ренішін мұғалімнің зейіні мен және процестің орталығы деп атады. Аманашвилидің бұл еңбегінде балаға деген үлкен махаббатты әрбір баланың өміріне енуіне және көмек қолын созуына мәжбүрледі. Осы Шалва Александрович Аманашвилидің «Истинное воспитание ребенка и воспитание самих себя» деп атап өткен ұлы осы сөзін білеміз. Бұл сөздің негізгі мәні мағынасын атап өтетін болсақ, айтады: адам баласын тәрбиелеу үшін бірінші өзінен бастау керек дейді. Яғни ата-ана өзін қалай ұстайды, өзінің іс-әрекеті қалай болады, сол арқылы баланы тәрбиелейді, бала сол арқылы тәрбие алады дейді. Сол себепті сіздер болашақ педагог ретінде, болашақ өз мамандарының иесі ретінде балаларды тәрбиелеуде, яғни гумандық бағытты, яғни өз-өзіңізден бастау керек. Өз-өзіңізді көрсете білу, жақсы мінез, жақсы қылық көрсете отырып, сіздер балаларға ұлы тұлға болып қалуларыңыз керек. Біз білеміз, мұғалімнің жұмыс жүйесі негізінде педагогикалық құзыреттілік бұл, яғни біз мұғалім ретінде ата-анамен жұмыс жасаймыз, сыныптан тыс жұмыстар жасаймыз, оқушымен жеке жұмыс жасаймыз, қоғамдық жұмыстар бар, сонымен қатар шығармашылық жұмыс бар, әдістемелік жұмыс бар. Бұл ретте біз мұғалімдер бұдан бөлек оқушымен жеке жұмыс жасар кезде білеміз, осы уақытта жұмыстың көп болмағанына қарамастан біз балалардың тәрбиесіне, оның рухани дамуына, рухани байлығына, тәрбиесіне аса маңызды көңіл бөлуіміз қажет. Шалва Александрович Аманашвили былай деп айтады: ұстаз әрдайым жайдары жүру керек деген ұстанымды насихаттайды. Ол өзінің тәжірибесімен ұстаның үздіксіз бақылауында болмаған және зорлық көрмеген бала үлкен жетістіктерге жете алатынын дәлелдеген. Профессор Шалва Александрович Аманашвилидің ұстанымына келесідей: әр бала белгілі бұрышпен өмірге келеді және әрбір сәбидің тек өзіне тиесілі жаны, ішкі дүниесінің сәулесі бар. Ата-ана мен педагогтардың міндеті сол сәуленің жоғалып кетуіне жол бермей, балаға өз өмір жолына бағыт көрсету. Шалва Александрович балаға тұлғалық адамгершілікке бағыттайтын тәсілдерінің бар қағидаларын әлемдік педагогика классиктері Ушинский, Сухомлинский, Януша Корчак, Макаренко және тағы басқалардан үйренгендігін айтады. Кеңес мектебі білім беруге баса назар аударып, іскерлікке аз көңіл бөліп, оқыту мен тәрбиенің негізгі мақсаты оқушыларды дамыту екендігін ұмытып отырған ынтымақтастық педагогикасы ақыл-ойды және тағы басқаны дамытады. Осы ретте осы Аманашвилидің негізгі бұл концепциясының негізгі идеясы да сол. Бұл, яғни баланы жақсы тәрбие беру, рухани байлықпен, сүйіспеншілікпен, махаббатпен, ілтипатпен, ынтамен балаға сабақ бере отырып, оны өмірде үлкен бақыттарға, жақсы жолға бағыттайды екенбіз, жол көрсетеді екенбіз. Сол себепті әрдайым сіздер болашақ педагог ретінде оқушылардың алдында күлімсіреп жүру керексіздер. Жаңағыда айтып кеткендей, жымиып, жақсы ниетпен, махаббатпен, ілтипатпен балаларға сабақ беру керексіздер. Осы бүгінгі тақырып бойынша сіздерге қолдарыңызға тәптілеріңізді алып, үй тапсырмасына осы келесіде көрсетілген сұрақтар бойынша жауап беріп, жекеге осы жауап беріп бағалануларыңызды сұраймын. Бүгінгіше сабақ аяқталды. Қош сау болыңыздар.